Так, на пол жуымыз керек бізге. Так, қазір асықпай баратын боламыз оған. Нужно подмести пол. Швабра был в туалете дейді. Ай, ёптыгыдык. Обязательно кіру керек қой бізге сонда, я, получается. Ал кеттік ал. Адам жеп жатыр ма, бір монстр бар ғой деймін, походу. Шлавалабраланы аламыз. Что это за звук? Ал, давайте көрейік ал. О-хо-хо! Вы что тут делаете? Это общественное место, уходите. Бауырым ренжіме саған несіп қойған үшін. Кедергі жасаған үшін. Мән берме, жалғастыра бер. Бәріне сәлем достар, бүгінде қош келдіңіздер. Мен Рамазан. Бүгін біздер сіздер жақсы көретін инди хоррор ойнауды жалғастыратын боламыз. Gas Station Case деген ойын. Так что көп сөйлемей біздер басатын боламыз, играть. Бұл әлі бізде достар демо версия, әлі толықтай шыққан жоқ. Так что енді пробный версиясын ойнап көретін боламыз. И одан кейін полный версиясы шыққан кезде уже 4 эпизодын ойнайтын боламыз. Ал алғашқы эпизод мынау бізде. Так, жалпы ойынның графикасын енді білет шығарсыздар. Осындай бізде старый лау, точка сондай оқып қойған. Енді сондай болғанмен бұл ойынның қызығы мықтырақ та. Сондай графикасымен, сондай сюжетмен дегендей ғой. Өздерің білет шығарсыздар. Енді міндетті түрде лайктарыңды басып ұмытпаңдар. Каналға тіркеліңдер, подписаться кнопкасын басып, өйткені инди хоррор жақсы көресіздер, мен соны білем. Короче, астында субтитр бар екен, мен оны вообще оқып отқан жоқпын. Он был механиком на заправке недалеко от города, так я начал. Для меня это было спасением. Незадолго до этого меня удалили с завода, я едва сводил концы. В общем, оқып үлгермедім басынан бастап. Сөйлеп қалдық қой сіздермен сөйлесіп дегендей. Так, короче, біздер судың ортасынан неға келдік, потому что бізде походу рыбакпыз ғой деймін. Рыбалка успокаивала меня дейді. Мінеке. Рыбалка мені тынышталдырды деп жатыр да. Так, бізде погода закат болайын деп жатыр. Яғни күн батып жатыр. Біздер жалғыз өзіміз әйтеуір рыбалкада жүрген сияқтымыз. Тогда я думал, что худшее позади, однако я еще не знал, какой кошмар творился в этих лесах дейді. Короче, мына орманда, прикинь, жуткий бір бәлелер болған екен, оказывается. Сол туралы. Короче, өз-өзімен сөйлесіп жатыр мынау. Ал, походу бізде ойын басталды ғой деймін. 18 сентябрь 1998 жыл, штат Огайо дейді. Смена начинается через 15 минут. Пожалуйста, нужно перекусить перед ней дейді. В общем, біз, оказывается, заправкада жұмыс істейді екенбіз. Заправкада, например, бір күн жұмыс істейміз, бір күн демаламыз, или там 5 күн жұмыс істейміз, 2 күн демаламыз, суббота воскресенье демаламыз дейікші. И сол кезде мен жаңағы рыбалкаға барып балық аулайды екем, ал жұмыс күндері мінекей осылай жұмыс істейді екем. В общем, бізге тамақ жеп алуымыз керек екен. Ё-моё, қасқырдың дауысын естіп отырсыңдар ма? Ал кеттік ал. Мынау біздің заправка ғой деймін, походу, иә? Жоқ, мен жұмыс істейді екем ғой бұл жақта. Мен заправкамды өзіме көп алып қойғаным бар енді. Что там, бауырым? Қалай болады разговор? Нормально ма бәрі? Не мешай, я занят дейді. Не мешай деп қояды. Ал кеттік ал, ішке қарай кірейік. Здорово, Дэн, ну как улов дейді? Даже не спрашивай. Ладно, тебе, бро, бывает. Я тебе в холодильнике бургер оставил. Сходи, поешь, отдохни дейді. Так, что там ночью не дейді? Добрый вечер, как работаете? Я лесоруб, работаю к северу от озера Уайт дейді. Всю жизнь в лесу я до сих пор не перестаю удивлять дейді. Вот, недавно севернее от озера нашел десяток деревьев. Короче, өзінің несін айтып отыр. Шаруасын, там, жұмысын. Так, маған холодильникті сэндвич бургерді бір дайындап қойым дейді. Вроде. Мына жақта туалет бізде. Мына жақта бізде гараж екен, оказывается. Так, бізде сэндвич ба? Сэндвич қақта екен. Во, біздің комната мынау ғой. Так, мінекей холодильник. Бургер должен быть в холодильнике дейді, міне. Так, микроволновкаға ставим сразу. Вуаля! Мне хотелось его подогреть дейді. Жылтып қойдым. Так, мына жақта бізде далаға есік. Особо дым көрмейді далада. Есікті құлттайтын жоқ па? Это все, с чем я сюда приехал дейді. Анау мен сумкам ба, оказывается. Понял, принял. Так, бургер жеп аламыз. ПКМ дейді. Бургер жегім кетті ғой. Так, G, чтобы бросить. Поел,
теперь можно и за работу. Думаю, вначале помогу Майклу, дейді. Так, Майкл қайсысы? Майкл, что там? Эй, Дэн, снаружи... Эй, Дэн, снаружи тачка стоит. Нужно заправить галлон в 5. Выручишь, дейді. Хорошо, помогу. Спасибо, бро, дейді. Кеттік. Заправка құй бензин. Қайсысына еді? Ноғы, я? Так. Наның баг артта ма не? Базарық. Так, $7. О, ақша. Ақша зарабатывать еттік. Нан ше? Наны құймаймыз? Это пока что ешкім жоқ сияқты ғой. Эй, девушка, красавица. Базар жоқ, атамыз жас қыз тауыпты. Так, что там? Помоги обслужить клиента, дейді. Я сейчас вернусь, дейді. Короче, клиентқа несі тұр, дейді. Сөйлесіп қабылдай бер, дейді. Мен пока что қазір келем, дейді. Так, отдать пакет. $27. Спасибо, что помог, чувак. Прикинь, мне столько чаевых сегодня дали. Еще немного. И я накоплю на дом на колесах. О, круто. Конечно, бро, но сейчас моя смена закончилась. Так что поеду домой. До завтра. Майкл, математ. Кстати, я пока временно положу кейс в гараж. Ты, главное, об этом боссу не говори, хорошо? А что за кейс? Расскажи, что в нем. Забей, Дэн, там ничего важного, завтра заберу, дейді. Ладно. Я оставил тебе хот-дог в холодильнике. Все хорошо. Так, что за кейсики, интересно? Біз, походу, по-любому соны ашатын сияқтымыз. Короче, бізде Майклдың смена бітті. Біздер жұмыста өзіміз түнде қалдық, мінекей. Енді осы заправкаға біз жауап беретін боламыз. Пока никого нет, надо пойти вымыть пол, дейді. Пол жуам ба не? Қойш. Так, на пол жуымыз керек бізге. Ей? Lan менің ғана ма көрген? Аяқта бір бәлем аяқ тұр ғой. Так, қазір асықпай баратын боламыз оған. Нужно подмести пол. Швабра был в туалете, дейді. Ай, ёптыгыдык. Обязательно кіру керек қой бізге сонда, получается. Ал кеттік, ал. Бір бәлен дауыс шығып жатыр. Адам жеп жатыр ма, мына жақта бір монстр бар ғой, походу. Please do not flush, дейді. Так, шлавалап аламыз. Что это за звук? Мынаны жуамыз ба, әлде ашамыз ба? Жуып көрейік, что екен. Әлі жеп жатыр ғой. Ал, давайте көрейік, ал. О-хо-хо! Вы что тут делаете? Это общественное место, уходите. О, не обращай внимания на меня, дейді. Бауырым ренжіме саған несіп қойған үшін. Кедергі саған үшін. Мән берме, жалғастыра бер. Еба, нифига себе. Бұндай да болады екен ғой, жарайды, бауырымызды мазаламай қойық. Қазір шығады ғой, бір 4-5 минуттан кейін өздері ақ шығады. Құрт жерінде кайфтарын деген кезде. Бұл жақта мен не мағына айтып тұрмын. Енді олар туалет, жоқ, туалет тазалап отқан жоқ, туалет тазалап адам кайф алмайды ғой. Не істеп отыр сонда? Қалай придумать етсе болады екен? Придумать етпеймін, точно айтамын не істеп отқандарын. Ну, по идее, олар бір-біріне көмектесіп отты негізінде. Сөйтіп кайф алып отты ғой. Так, пиво, кола, $2.97 тұрады екен. 2000 бір бәле теңге. Так, получается, мына біреу қалды. Опа, радио шулап отыр ғой. Сломалось, что ли, дейді. Айттым ғой 4-5 минутта өздері шығады деп. Екінші қарай көрмейтін болайын сендерді. Ей, ёптыгыдык. Құрымдар бар. Надо выйти заправить машину, дейді. Так, машина келіпті. Кеттік, заправка құй жүрек. Мынау Ауди ма, бір бәле ғой, старый Ауди сотыйға ұқсап тұр, Ауди соты. Так. Құй жүрек. И $7 береді бізге. $2 бермәне. Опасную работнику вы выбрали, юноша. Ночами тут сидеть, знаете ли, дело смелое. Особенно в свете последних событий, дейді. Каких событий? В округе
Неспокойно стало, не к добру это. Ох, не к добру дейді. Короче, опасный жұмысқа тұрып апсың дейді, еще түн ішінде дейді. Соңғы кездер өте қауіпті, в общем, қайғылы жағдайлар көп болып жатыр. Сол үшін, в общем, жаль деп жатыр ғой, в общем, не үшін істеп жатсың дегендей қылып жатыр. Енді ұнаған соң істейсің да, енді басқа не істейсің, ақша керек дегендей. Старик показался мне странным, и вот этот момент я придал значение его словам. Наш городок всегда был спокойным и мирным местом, в котором люди знали друг друга с детства, дейді. Так как моя смена только началась, следующие несколько часов я просто выполнял свою работу, ни о чем не беспокоюсь. Но скорее я понял, что предупреждения старика были небоспочевным, дейді. Ема, бізге прикинь, біреу қарап тұр. Мынау біз маньяктың көзінен көріп тұрмыз. Мен ана заправканың ішіндемін. Ана какой-то бір маньяк или там чудовище, монстр бізді шөптің арасынан естіп қарап тұр. Жалпы мен орысша айтып отқан түсінір ғой примерно, иә? Или сендерге аударып беріп отырып па? В общем, стариктің әңгімесіне бағана естігеннен кейін мен типа мына отырып ойланып кеткен екенмін. Өз-өзімен сөйлесіп ше. Бізге жаңа біреу кірген сияқты. Ёптігідік. Шошып кеткенсің ғой. Тәтелер. Кішкене есік қағып дегендей кірмейсіңдер ма? Есік ашып қойсаңдаршы хотя бы, мен кім кіріп, кім шыққанын қарап отыратындай. Яқта жаңа бағана бір монстр болған, ә? Надо встать за кассу, обслужить клиентов дейді. Қазір ораламын мен саған. Күте тұр қазір. Не болды ұрсып? Ұрыспаңдар. Әлі ұрсасыңдар. Добрый вечер. А ты мне газировку взяла, дейді. Мы и так взяли тебе печенье. Не лопнешь? Нет. Я думала, ты в диете сидишь. Если потолстеешь, как собираешься от маньяка убегать? Я тебе говорю, это призрак с тех пор, как старую церковь закрыли, началось это. Призрак? Ты серьезно? Люди не исчезают из-за привидений, Джессика. Это маньяк, как раз недавно вышел убийца из тюрьмы, как его там звали. А ты видел хотя бы новости? 0 улик, Сара 0, как минимум сектанты. Мой дед видел, как кто-то шастает по его кукурузному полю, дейді. Короче, мыналар бір-бірімен сөйлесіп жатыр. Маньяк қашып кеткен екен, церковьті жапқалы бері маньяк пайда болды дейм ба, сонда бір бәле дейді. Наверное, это дикие животные, рыси, медведи, деп айта салайын мен. Это не в курсе? Ты не в курсе? 3 человека пропали за последнюю неделю. Они исчезли без следа, дейді. Как будто кто-то или что-то забрали их. Нет, не слышал. Мы торопимся домой, дейді. Все, давай. Абсолютно естественно. Жіберейін мыналарды. Все, давайте. Так, ал қазір біздер білетін боламыз. Теперь мне стало ясно, о чем предупреждал тот странный дед, дейді. Так, мен давайте неге шығайыншы? Гаражға барып, жаңағы кейс деді ме? Қаяқта ол? Кейс. Бір какой-то. Однако я на это повлиять не мог. Так что решил пойти раскладывать товар по полкам, дейді. Короче, полкалармен айналысып тұр ғой маған. А что за полка? Қайсы полка? Почему в последнее время люди стали чаще снимать наличные, дейді? Походу бізге сыртқа шығуымыз керек, иә? Так, мына екі қыз кетті. Так. Полка қақты ол? Жібі мына полканы айтып тұрған жоқ. Бәсе, мынау екен ғой. Мына арды қойымыз керек, иә? Все. Так, енді аняқа қойымыз керек тағы да. Мынау біздің склад қой. Сыртта ешін жоқ па? Нормально. Есікті жауып қою керек негізінде. Мен түнгі сменда істейтін болсам бар ғой, мына есіктердің бүкілін жауып тастайтын едім, натуре. Камераны қойып тастап, камераны қарап, бұрышын жататын едім. Так, соңғысы қалды по идее. Кола Zero. Ёптігідік. Ты работник заправки, дейді. Хорошо, что музыка болған жоқ. Әйтпесе музыка болса, ёптігідік. Тоқта, мен настройкадан алып тастаппын ғой, тупоймын ғой мен, ёптігідік. Да, я тут работаю. Чем могу помочь?
Слушай, у меня машина долго заводится. Может, контакт где-то шалит. У вас ключ на 10-й не завалился? Не вопрос сейчас иди. Короче, достар. Так, тихие скримеры. Міне, енді қостым. Жаңағы звукты мен настройканы қостым ғой. Өшірдім ба, сондай қылдым. Аорт сол қосылып тұрған кезде жаңа звукпен бізді қорқытатын еді. Блин. Вообще звукпен болғанда қорқынышты болатын еді. Бірақ соның өзінде қорқып кеткенсің ғойшы. Жоқ, соның өзінде қорыққанда мен енді қатты қорыққан жоқпын. Нормально, деп қалдым да. А если звукпен болғанда, еба, ол кезде страшно. Шошытатын еді. Алдыңғы инди хоррор ойындарды білесіңдер ма? Жаман шошытып еді ғой. Так, не болып қалды машина? Бізге походу гараждан бір бәле алып келу керек қой деймін, жаңа бағана көмек сұрап отыр еді ғой. Сенде бір бәле бар ма деп. Каз. Вроде біздің гаражда болу керек ондай нәрсе. Так, мінекей ключ. О. Есік өзіне өзі ашылды ма сонда? Ей? А чё? Өзіне өзі ашылып жабылған қалай кетті жалпы? Чё там бауырым, бәрі дұрыс па? Келді ме уже? Жөндеп жүрейін машинамды. В последнее время техника славно взбесилась, что и дело норовит сломать. Где тұр? Анау кім анау? Эй! Жоқ болып кетті оны. Люди стали вести себя странно, будто их... Где тұр? Сосын сөйлесеміз. Сенімен сөйлесетіндей уақыт болмай тұр менде. Жаңа біреуді көрдім мен. Походу, ешқандай маньяк емес. Видимо, инопланетянин ба, сондай бір бәле сияқты, потому что басы дәуіп тұр ма, сондай болып тұр. Да, бағана көрдіңдер ма? Уж тогда догадался, что здесь что-то нечисто, дейді. Нечисто. Короче, бізге сақ болуымыз керек енді. Причем у меня было немало работы, так что я решил пойти внести мусор. Ой, осындай кезде мусор шығарғысы келіп қалады. Мусор қақта енді. Мусорные мешки были где-то на складе, дейді. Так. Так, мусорный бак был позади заправки, дейді. О, ёпты. Енді шығуымыз керек па? Ешкім жоқ па? Hello? Шошпаңдаршы, пожалуйста. Қорқам мен. Шш. Но, не біле. Охо. Но, чё за фигня? Бағана кішкенде бір бәле жүрді. Енді бойы ұзын бір бәле жүр. В последнее время какие-то перебои с электричеством, дейді. Так, чё-то достар хоррор басталды ғой деймін бізде, да? Бізге не себеп тұр? Камераны қара деп тұр ма, сонда бір бәле деп тұр ғой деймін. Компьютерға бар деп тұр ғой. Ох, Steam бар екенін қараңдар. Мне хотелось заказать фонарик через компьютер, дейді. Шоп. Фонарик. Так. Одан кейін пистолет $200. Жетпейді бізге пистолетке. Так, пистолет. Посылка должна быть уже на крыльце. Ох, сразу келді ме? Нифига себе. После покупки фонарика мне стало гораздо спокойнее, и я решил пойти поесть, пока никого нет, дейді. Так, кеттік ал, бізде тамақ жеп алайық онда. Хот-дог бар деді вроде, да? Все. Чё там? Кім бар еді тақта бағана? Фонарик жанбайды да ғой. Фонарик дұрыс жанбайды екен. Так, жеп алайық. Сіздерге достар, қай хоррор қорқынышты осы ойын ба, әлде алдында ойнап жүрген эпизодтар ма? Давайте комментарий жазып кетіңдер. Мне хотелось включить телевизор и есть, сидя на диване, дейді. Ал, кеттік ал. Бір бәле.
ана жақта құлай сондай бір бәле болатын сияқты походу. Болды ма? Все. Автозагрузка кетті. Ал қазір бүкіл нәрсе басталады. Странностей становилось все больше. И в тот момент я еще не до конца понимал, в какую авантюру вляпался Майкл. И что всем этим придется разбираться мне. Ночь вторая. 19 сентябрь. 1998 жыл. Басында біз келгенде 18 сентябрь еді вроде, да? Мне разбудил едва заметный звук. Біреу біздің крышамызда жүр ме или что? Встать с кровати, пробел. Вначале я подумал, что мне показалось. Ух, еба! Еба, басталды мане. Ёп, тегедік. Свет жанбайды? Осындай кезде свет жанбай қалады ғой. Так, кім жүр яқта? Ну-ка, шық. Кім? Телефон шырылап отыр ғой. Фух. Вроде ешкім жоқ. Нашы тығып қалсам да болады негізі ше. О, мен саямайды енді ешкім, по идее. Алло? Кто это? Ай, қарандар! Біреу кіріп кетті. Вам что-то нужно? Так, короче, біздің үйге біреу кіріп кетті. Қазір тексереміз кім екен. Аха. Вроде жабық деп тұр. А жоқ, open деп тұр ма не? Ой, Ақтасы не? Смело кіріп кете бересің, ұятын жоқ па не сонда? Так, бізде давайте артқы есікпен кіретін боламыз. Потому что алдымен кіргім келіп тұрған жоқ мен что-то. Опа, жабық тұр ғой, не получается открыть дейді. Сонда мен есік жауып алғам ғой түнде. Ал кеттік ал. Кім екен қазір білетін боламыз. Кто это? Так, на бөлмен тексеріп алайық мен. Яқта ешкім жоқ. Блин! Ей? Что за фонарик анау? Манарға кетіп тұрған маған. Ай, еба, мен екем ғой. Анау не жасыл? Қай кетіп қалды ғой? Что это такое? Майкл, ты напугал меня. Что с тобой случилось? Так, Майкл, почему ты в крови? Эй, ты меня слышишь? Ох, ёп, ты екі Майкл болып кетті ғой. Почему вас двое? Ебано. Не болып жатыр мына жақта өзі? Конец демо-версии дейді. Так, короче, достар, бізде ойынның демо-версиясы бітті. Ойын осы жерден аяқталды. Жалпы бұл бізде ойынның толық версиясы емес деп мен сіздерге баста айтқан болатынмын. Яғни бұл бізде кішігірім трейлер. Яғни бұл ойында 4 эпизод бар. Бұл алғашқы эпизоды. Оны біздер не істеген жоқпыз, бітірген жоқпыз әлі. Скоро соңына дейін бітіреміз. Біз бағана біткен жер ол ортасы. Негізі бір ойын ол 1,5-2 сағат уақытты алады. Так что күтеміз полный версиясын ойынын, одан кейін 2, 3, 4 шығатын болады. Жалпы жақсы ойын сияқты менің ойымша. Қандай инди-хоррор ойындарды сіздер білесіздер, давайте жазуды ұмытпаңдар. Мен скоро ойнайтын боламын міндетті түрде. Сіздерге инди-хоррор өйткені қатты ұнайды, и өзіме де ұнаған соң
біздер дальше шығара беретін боламыз. Достар, мониторды лайктан басып ұмытпаңдар, каналға кіргендер подписаться кнопкасын басып, сіздермен болғанмен Рамазан, келесі көріскенше. Давайте.